жүгіріп кетті да қолдағы ақшаны ұрлапты да алып қашып тартып алып қашты да жаңағы кеменің желкенінің биік жеріне барып отырып алды. Ойбай, ақшамды бер, маймылға бананды да берді, басқаны да берді. Жаңа алдаса баюдың, жаңа маймылдың түсетін түрі жоқ дейді. Жаңағы нені ашыпты да, қалтаны, ақша салған қалтаны ашыпты да, бір далдан теңізге тастапты жаңағы. Менің теңгелерді бір далдан тастапты. Содан ана байқұс деген шырылдап жылап тұр дейді. Айналайын маймылым, ай, тек ана қалтамды бересің деп. Содан жаңа маймыл тастап бір жарымын тастап болғаннан кейін қалған жартысын жаңағы жердегі қолына әкеліп тастап кетіп қалыпты. Сонда әлгі жігіт айтыпты дейді. Сумен тапқан ақша суға кетті, сүтпен тапқан ақша қолда қалды депті да. Жаңағы сүтке су қосып сататын жігіт екен ғой енді. Соның жаңағы жазасын маймыл берген екен дейді. Сол секілді жаңағы экономикалық білім болмай тұрып тапқан ақшалар сол білімсіздікпен жоғалады екен көпшілік. Білімсіздікпен жоғалады екен. Жаңа оның тәжірибесін мен басымнан өткенде айтып бердім. Ал енді экономикалық қабілетке ие болғаннан кейін жаңағы ақшалар жинақталады екен және еселенеді екен.